Достар, осындай керемет жерге келдік. Бұл жерде туған күн құттықтауға болады, және де ұсыныс жасауға болады. Қасында кинотеатры бар. Бұл жер қандай десеңіздер, Open Cinema Алматы. Алматы бойынша номер 1 Жандосова Аймановада орналасқан. Сіздерге Instagram белгілеп кетем, кіріп қарасаңыздар, кинотеатр бар, осындай дәу аула бар, кинорум бар. Кинотеатрға кіріп баратасың да, короче, не керек, сушняк, чипси бәрін алып аласың да. Кіресінде, короче, кино көріп жатасың, крышаның төбесінде қалаға қарап. Ең қызығы осы жер ғой, жігіттер, жұбайларыңмен или ғашықтарыңмен, болашақ жарларыңмен келсеңдер болады. Кеттік па? Салам алейкум. Осылай жатасында кино көріп, аспанды қарасаң, мынандай жаныңда жүріп, алдында кинотеатр ғой, жаныңда болашақ жарың ғой. Салам алейкум ба? Так что, давайте келіңіздер, көріңіздер, жасай берсін синема. Кешір достар, қалайсыздар? Пижама мен футболканы емес, әрі де кішкене қазір талқыланып жатыр достар. Пижамалар біз бірінші поток келген моментте бірден таратып берген болатынбыз. Енді футболкалар көбісі келді. Ол енді уже Қытайдың таможнясы өтіп, Қазақстан таможнясына келді. Және қазір таможняда тексерісте тұр. Білесіздер, ол Қытайдан келген товар бері қарай өту оңай емес. Ол қаншама тексерістен өтеді деген сияқты ғой. Сол үшін сабырлықпен күтсеңіздер болғаны. Сіздерге осы күткендеріңіз үшін біз тағы да Турцияға бір сертификат қосып беріп жатырмыз. Мысалы, Турцияға сертификат 2 адамдық еді ғой, тағы бір сертификат қосып, общий 4 адамдық сертификат сіздерге қолдарыңызға табыстайтын боламыз. Сол үшін ешқандай да уайымдамаңыздар. Біз сіздерден кешірім сұраймыз. Қазақстан таможнясына келген, сол таможняда қазір тексерісте тұр. Сіздерден өтініп сұрарым, жай ғана сабырлықпен күтсеңіздер, қолдарыңызға 4 адамдық сертификатпен бірге табыстайтын боламыз, міндетті түрде. Үйге жаңа ғана келген ғой өзім. İşte Instagram'da açsam, близкий друзьямдағы бір бала, короче. Алматыға келіп отырмын. Достарыммен близкий друзьяда отырған кездесем деді несе деп. Мен шаршап тұрсам да, күшімді жинап алып жатыр. Все-таки кім близкий друзьяда, соларда кәдімгідей өзім досым сияқты қарсы алып, уақытымды бөлем деп я как пообещала. Вот, близкий друзьяда отырған кез келгендерім прям. Алматыға келгенде келдім. Неге Алматының өзінде болсаңдар да ше, кейде иногда бывает ше. Бәрі, достарым бәрі бір жерден істейін десең, бәрі занят болып қалады. Біреу қызымен, біреу әйелімен қолдар тимейді. Вот сол кезде мен сендердің близкий друзьяңда болсаңдар, маған смело жасаңдар болады. Айжан деп, сол кезде мен келем сен. Сен мен дайынмын.